Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Бүгін Word сабағы. Бүгін бірінші сабақ. Бұл рабочий стол. Енді біз папка құруды көрсететін боламын. Папка құрудың бірнеше түрі бар. Бірінші түрі бос жерге мышканың оң жағын басқан кезде создать деп шығады. Создать, мына жерде не шығады? Создать, папку деп басамыз. Мысалы, папка бірінші, мысалы, Word сабақ дейді. Word сабақтары. Word сабақтары. Енді екінші осылай құрамыз папканы бір. Сосын папканы ашудың үш тәсілі бар. Сол жағымен мышканы мына папкаға әкелеміз, бірақ баспаймыз. Сосын Enter'ді бассаңыз, сол жағын басып, бір рет басып, Enter'ді басасыздар. Осылай бірінші ашылу болады. Екінші ашылу, мына жерге мына жазуға барасыздар, оң жағын басасыздар, Открыть деп ашасыздар. Екінші жол. Үшінші ашу, екі рет басасыздар, мына папкаға, осылай ашамыз. Папка ашылды, мысалы, мына Word сабақтары. Бірінші сабақ дейм. Қайтадан создать, оң жағын басамыз, создать, документ, Microsoft Word басамыз. Бірінші сабақ. Осылай бірінші сабақты бастаймыз. Сол қандай да файлды ашудың да өзінің үш түрі бар. Папканы қалай ашсыңыздар, дәл солай ашасыңдар. Қазір мұны ашылмай қалды. Бірінші сабақ ашылды. Енді мына жерде менде осылай кішкентай болыпты. Бұл жерде видке барамыз. Масштабты өздеріңізге ыңғайлы етіп алсаң, 100 қылуға болады. Немесе 100 неше, 100, мысалы 130 етіп жасауға да болады. Үлкен де болып көрінсін. Главныйға барамыз. Бүгін біз өтетін главныйны өтетін боламыз. Мына жерде ең бірінші файлды бастамас бұрын, жазбас бұрын выделить басамыз. Выделить все деп белгілеп аламыз. Сосын шрифттарды таңдаймыз. Егер біз қандайды бір құжатты, өтінішті бір мекемелерге жіберетін болса, онда Times New Roman'ды басамыз. Қазақша шрифт 14, орысша шрифт 12. Мысалы 14 таңдаймыз да, мына жерде. Енді мына жерде жаза беректі. Мына жерде қасында бір текст бар. Бір қолымды қасында бір кітапты алайын. Кесілген кітап. Оқуға шақыру дейді. Жазамыз. Оқуға шақыру. Тақырыбы балалар оқуға бар. Жатпа қарап. Астына Enter'ді басамыз. Астына түсеміз. Жуынып киініңдер. Шапшаңырақ. Enter'ме астына түсеміз. Шақырды. Қоразманы. Әлде қашан. Қарап тұр. Терезеден. Күн жылтырап. Адамда. Ұшқан құсты. Жүрген аңда. Жұмыссыз. Тек тұрған жоқ.
ешбір жанды. Кішкене, қоңызда жүр, жүгін сүйреп барады, араларда ұшып балға. Өлең жалғасы көп. Міне қараңыздар. Мына жерде орталары ашық, яғни бұл жер интервал ашық. Мына ең бірінші белгіленген кезде біз тек қана таймсты қойдық, мына жерде шрифтті қойдық. Сосын мына жерде абзац деп бар, абзацтың астында стрелканы басамыз сол жағынан. Сосын перед, после деп тұр, мына бәрін 0. Мысалы, мына 0 деп қоя береді. Множитель деп тұр, одинарный қоямыз, окей басамыз. Сонда біздің интервалымыз арақашықтығы әрбір абзацтан кейін абзацта осылай естіп тұрады, жабық тұрады да, әдемі тұрады. Енді мына тақырып. Енді мына қараңыздар, мына жерден бастап өткізейін. Мына оқуға шақыру. Енді оны выразить етіп алып, астына қойып, интерді бассаңыз, астына түседі. Ставить етеміз. Оқуға шақыру, қайтан выразить етіп алып, мына жерге қоямыз. Сол. Енді копировать етеміз. Копировать еткен мынаны өзімізге керек сөзді копировать ететін болса, копировать басамыз да, астына түсіп, ставить етеміз. Сол. Мысалы қайтайын, біз жаңада тағы да бір папка ашайық. Папканың ішіне тағы да бір бізге керек, мен ашайық. Кез келген бір документ болсын да, номер 1, 2, 3, 4, 5 сохранить етейік. Документ, атаусыз документ тұра берсін. Мысалы, біз жаңадан документ құрып жатырмыз да. Мына жері видке жүзгілейін. Бізге бұрынғы жазған құжаттың ішінде данные керек бар. Мысалы, мысалы мына жерде адамның бір данные да, и телефон номер. Именно соны копировать етіп аламыз да, мына жерге вставить етіп қоятын боламыз. Вставить етіп көріңіз. Сол. Мысалы, егер барлығы керек болса, выделить все дейміз да, копировать етіп, мына жерге екінші неге қоятын боламыз. Мынаны выделить етіп, все. Осылай қоямыз. Енді мына новыйдан келген документті сохранить деп басып, X-ті бассаңыз сохранить деп, сохранить етіледі. Енді мына жерді аптастау үшін, керек емес болса, өзімізге керек емес жазуларды белгілеп аламыз да, backspace деген, яғни кетіреміз. Делеттің астында тұрған үлкен кнопканы да кетіреміз. Енді мына жер буфер обмена, енді мына жер шрифттарды көреміз. Шрифт, мынаны басып, өзімізге керек әдемі жазуларды жазсақ болады. Қараңыз, әдемі. Үлкен етіп шрифттарды, үлкен етіп оқуға шақыру деп үлкен етіп жасауға болады. Мына жер деген уже ол үлкейтеді. Астына төменге тұрған стрелкасы ол кішірейтеді. Мына үлкені кішкентай стрелка бар. Жаңа барлық үлкен жазу керек болса, үлкен жазу изменить, начинать с прописи болса, все строчный. Яғни мына жерге үлкен жазу болса, барлық үлкен болып кетеді. Көрдіңіз? Мысалы, мынаны басайыншы, барлық үлкен болса, үлкен болып кетеді. Үлкен жазумен. Екіншісін басамын. Как вы мынау деді, қалай тұр солай. Сосын мына все строчный дейді. Строчный деген, яғни үлкен әріппен емес, кішкентай әріппен де басталады да. Пропись, начинается с прописных. Деген каждый әріптер, әрбір сөзінің әрбір сөз бас әріппен басталып кетіп тұр. Мына қорас. Одан кейін келесін белгілейміз, ең аз изменить реестр.
біріншісі кішкентай қалғандар үлкен болады. Осылай жасауға болады. Енді мына стрелканы басып назад етіп кері қайтуға болады. Манағы өзіміздің немізге кері қайтамыз да осылай. Ана сразу таймске басайын. Енді мынаны белгілеп аламыз да, мына жерде А деп тұр, очистит формат. Очистит формат деген, яғни бұл жерде формат өзінің бұрынғы старый формат, яғни мына жерде калибри основной деп тұр, 11 негізгі форматы бұны. Біз өзімізге ыңғайлы Times New сосын шрифтарын өзгерттік осы. Назад келеміз да. Енді мынан астында жирный, Ж деген жирный да. Біз мына тақырып жирный. Одан кейін мыналарды былайна белгілеу, былайна ұстап тұрып белгілеуге де болады, немесе стрелка шықты, аппақ стрелка, мына қарасып, мына жаңа ұзын көк сызық, потом аппақ стрелка шықты. Белгі да. Сонымен мысалы К-ді белгілеп, Ч-ны белгілеп, жазуды кетіріп тастауға. Сосын мына жерде айта кетейін, мына жерде X астында, потом X үстінде несі сандар көрсетілген. Мысалы X2 деп жазатын болса, астына, мысалы 2 көріңіздер. Мысалы X, мына қайта түсеміз. X2 астына саламыз. Мынаны уже шығу үшін, мына қайттан басамыз да, мына жерде шығып. Сосын X үстіне басамыз, мысалы 2 деп қояйық. Үстінде белгіленіп тұр, яғни мына шрифт кішкентай болып тұр, 2-ден. Мына басқанда шрифт үлкейеді, көрдіңіз, үлкейеді. Содан кейін, міне қараңыз, мынаны белгілейміз да, мына жерде А деген бар. Форматтар, әртүрлі форматтар бар. А үлкен формат, әдемі жазуға болады да. Міне қараңыз, әдемі жазуға болады. А форматында. Сол формат белгіленіп тұр әлі, адам ұшқан құста. Мына жерде жазулар жаңағы ішіндегі жазуларды өзгертуге болады. Ішіндегі айналасындағы да, айналасын қызыл етеміз, қызыл етуге болады. Сол тағы да басып, мына жерде тен деген бар. Тен, яғни көлеңке болғанын, немесе болмағанын, бәрін отражение міне астында сызып тұрған МА деп айна сияқты сол бар. Свечи деген жан-жағы жанып тұрады да, осында жанып тұратындар бар. Ереге қажет болмаса нет деп тұрады. Қайттан кіреміз, белгіленіп тұр. Мына жерде мысалы жуандығын белгілеуге болады. Айналасының жуандығын әртүрлі. Осылайша да. Одан кейін мына екінші астындағысын белгілейін. Қасында А деп тұр, Б деп тұр. Мына жерде осындай өсіп сары, жасыл, өзімізге керек мына жерде тұрған түстерді таңдауға болады. Мынаны басамыз, шрифттарды, мына жаңағы жазудың несін, түсін өзгертеміз. Қызылға, жасылға, фиолетовыйға өзгертеміз үстіп. Міне, осылай өзгерттік. Енді қалпына келтіру үшін мынаны бәрін бірге басып, қалпына келтіру үшін мына қайтадан заново мына басамызды, мына жер А, Б, очистит формат депті, очистит форматты басамыз. Мына жерде таймске барамыз, 14-ке барамыз, 14 шрифтке барамыз қайтадан, мына жерге 0 деп жазамыз, мына жерде. Яғни назад деп істемеу үшін, мынаны алып тастаймыз. Нет цвета деп тұр, алып тастаймыз. Все, орнына қайтып келді. Енді мынау кетті. Енді абзацқа көшеміз. Абзацқа көшкен кезде үстінде қараңыздар. Мысалы бізге бір жаңа А, Б, В, мына жерде белгілер керек болады. Нет деп тұр, сызықша,
мына көрдіңіз ба, мынаны біреуін өзімізге керегін таңдап аламыз да, галочканы таңдаймыз, көрдіңіз ба? Сол. Мына астын қараймыз. Астына не істегенде, мына жерде сандар бар, сандар, рим цифры бар, қандай өзімізге керекті қолданатын боламыз. Ал мынау мысалы сан арасында, мысалы осында А, Б, А2 осындайлар болады, соларды қолдану үшін арналған. Мынау уже басқа. A1 сол. Енді мына астына түсеміз. Мынау оң жаққа қарап тұр бізге. Мынау ортаға белгілеймін, мына сол жаққа, мынау үлкен E. Яғни үлкен текст болатын болса, ұзынан созылатын болса, онда мынаны белгілеген жақсы. Одан кейін мына үстіндегісін көрейік. Үстіндегісі интел жаңа 30, яғни мына жаққа қарай ысырылады, көрдіңіз бе? Міне. Мына жаққа қарай ысырылады. Егер сіз өзіңізге қай жақ ысырылыңыз, сол. Яғни сөзді, яғни сіз мысалы кез келген бір сөздер жазады, яғни текстті жазасыз, фамилия, адам аттарын жазған кезде немесе бір нелер, яғни алфавит бойынша тұрғанын қаласаңыз, сол белгілейсіз да, қай неден басып, қай сөзге де алфавит болғанын қаласаңыз, белгілеп, мына жер деп тұр, соны басасыз. Міне. Сосын окей дейсіз. Міне. Осылай тұрады. Енді назад деп келтірейін, мына сөзді ортасын өзгертіп. Енді мыналарды алып тастау үшін қайтадан барамыз, нет дейміз. Мынаны алға қарай жылжытамыз. Мынаны нет деп алып тастаймыз. Где-то нет. Мынаны алдына қарай сілсе қайта жылжытамыз. Сосын мынау бар. Мынау деген в основном дипломдық жұмыс жасаған кезде, немесе статья, роман, кітап шығарған кезде қолданады. Мына жерде бір жаңағы жолдан қалу керек та. Сол, чтобы екі жол, үш жол қалып кетеді, мына болмайды да ондайлар. Сондықтан олар қате деп есептелінеді оларға. Ол бізге күнделікті керек емес, кітап шығаратын, журнал шығаратын адамдарға қажет ол. Сосын мына жерде де белгілейміз мынаны, сосын мынаны көреміз. Мынау деген, яғни сөздердің араларын ашу. Міне қараңыз. 1,5, 2, 2,5, 3. Міне, көрдіңіз бе? Міне. Бұл дегеніміз мынау. Яғни міне. Мына жерде перед, после, одинарные, полтора строки, двойной, минимум, точно, множитель. Осылар. Соны жаңа шағындап етіп көрсеткен. Ал мынау деген, мына жерде мысалы жазудың барлығын белгілейтін болса, толығынан ұзын жолда өстіп белгілеп жасау болады. Көрдіңіздер ме? Мұны алып тастау үшін қайтадан белгілейміз. Сосын мына жерде нет цвета деп басамыз. Мынау бар, негізі көбінесе бізге таблица қажет болады да, бірақ қазір көрсете кетемін мына жерден. Белгілеп аламыз да, все граница дейміз. Мына жерден барлығын белгілеп аламыз да, мысалы, мына жерде осында граница белгілеп, мына жер нет граница деп, мысалы, сол, өстіп істейді. Енді мынаның бәрін орнына қайтып келтіруге болады. Мыналарды алып тастаймыз. Бәрін істедік. Қайтадан кері бастап, осылай істедік. Енді бұл жерде, мына жерді белгілеп алайын да, мынаны көрсетеді. Мына стиль. Әдемі. Мысалы, бірінші стиль, да? Ол обычный. Екінші, үшінші, 4, 5, әдемі шығады да, көрдіңіз бе? Мысалы, бірдеңе жазған кезде, көрнекілік жазған кезде, тақырыптар жазған кезде. Әдемі. Мысалы, мынаны өздерінің күнделікті бір сабақ істейтін болсаңыздар да қолдануға болады. Ешен басқан жоқ па, өзі орнына келді. Мысалы, біреуін басып қойып көрейік әдемісін.
мынаны басып қойдық. Мынаны несін шрифтін өзгертуге болады. Шрифтарды фиолетовый қылып өзімізге әртүрлі өзі. Мынаны былай басып, мына жерде бізде мынаны басып бір сілсек те болады. Там бірге қатты келмейді екен, сол. Очистить формат дейміз, бұрынғы несіне ең басындағы несіне келіп қалды. Мына қайтадан Times New сосын 14, сосын мына жерде бір таңдаймыз. Мына 10 деп тұр ғой, мына 0-ді таңдаймын. Сол. Енді мынаны ортаға қоямыз да, әдемі сол. Ортаны тәуелсіз. Сосын мына выделить все деген бар, оны выделить ете аламыз. Изменить стиль, цвет, шрифт, набор стиль. Мысалы, Word 2023 ба, қайсысы соны таңдауға да болады. Сосын цветтер таңдауға, әртүрлі цвет, другая, стандартная, әртүрлі цвет таңдауға. Шрифт тоже мына жерде. Мына шрифт, мына Times'та мынаны да қолдануға, мынаны да қолдануға. Әркім өзі әртүрлі. Бірақ негізі көп 90% ол мынаны ешкім қолданбайды. Осы. Сосын енді таблицаны көрсетейін да, таблица. Бірінші сабақ осы, негізі бірінші сабақ, бүгінгі сабақ осы, таблица екінші сабаққа қалдырайын. Таблица екінші сабаққа қалдырамын. Сохранить басамыз. Арасында сохранить етіп қойсаңыздар, мына жерде. Күтеміз, осылай тұрады, күтеміз, будем ждать. Все. Word сабақтары. Сосын бірнеше папка ашуға болады. Мысалы, сіздің жұмысыңызда, мысалы, мысалы, Ақмарал бойынша, мысалы, Ақмарал бойынша құжаттарды салымында ашасыз да, Ақмарал бойынша Word керек па, Excel керек па, әртүрлі, накладная, да? Накладная. Әртүрлі құжаттарды мына жерге салады. Именно тек қана Ақмарал. Тағы да бір папка керек, мысалы, школа номер 6 дейді. Шесті. Сол жаңағы әрбір болсын, қандай да бір мекемелермен жұмыс етеді, сол мекемелердің құжаттарында келісімшарт, договор, кез келген нелері Ақмаралға байланысты Ақмарал құжаттарын өсіп, әрқайсысына жинап отырған жақсы. Бәрін бір папка ашып, барын араласып, Ақмарал, школа, басқа да нелер араласып кеткен болмайды да, ол өзіңіз шатасып қаласыз. Сондықтан сол, мысалы, мына Word'тағы мына документ керек болса, егер өзгертетін болсаңыздар, мына бір документтікті бір өтініш. Давайте мына жерде бір өтінішті, ұсыныс хат деймін да, ұсыныс хат керек. Копировать етемін, мысалы, Ақмаралға керек. Ақмаралға керек, мына жерде копировать еттім, сосын вставить етіп бастым. Копировать еткенде, міне, оң жағынан мышканы бардым, мына жерге бардым, оң жағын бастым, копировать еттім, Ақмаралға бардым да, сосын вставить еттім. Міне, оң жағын бастым, вставить, тағы да заменить да деп берейін, дәл осы да құжаттан. Сосын мына құжат келді, мына құжаттың атын өзгерді, мысалы, күннің жартысын жазуға болады да. Сосын мысалы, мына осындай документ, осыларды өзгертуге болады. Әртүрлі, мысалы, ішіндегі керек еместердің даныларын өзгертіп жасауға болады. Мысалы, документ. Өтініш хат, негізгі формат ашық болған, қалай істедім, былай жасадым, яғни клиент өзі таңдап алады, өз керегін. Осылай, бүгін бірінші сабақ осы. Бірінші сабақта Word'тың жаңағы алғашқы элементін үйрену, яғни папканы ашу, файлдарды создать ету, сосын Word
Word'тың ең бірінші бүгінгі сабақта главная мына функциясын өтуіне бар функциясын өтіп шықтым. Жақсы, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Үй тапсырмасы осы бірінші сабақта айтылған тапсырмаларды, яғни айтылғандарды барлығын қайталап орындаңыз. Бірнеше рет қайталаңыз. Бір-екі рет қайталанғаны ұмытып қалсаңыз, 5-6 рет қайталаңыз, істеңіз өзіңізге. Сау саламатта болыңыздар. Енді екінші сабақта жасаймыз, оны күтіңіздер.